Тазаланған шайынды судың ауыл шаруашылығы саласындағы қолданысы артып келеді. 1000 гектардан астам жер суарылуда. 16 шаруа қожалығы 4 түлікке жем шөбін егіп өсіруде. Смаил Серікбаев су құбырларын қазып, талан-таражыға түсу салдарынан су жүйесі бұзылғанын айтады. Ерте көктемнен бастап қайта қалпына келтіруге атсалысып, суды игілігіне пайдаланып отырған диқандардың бірі. Қазіргі таңда Бөрер ауыл округінің көлемінде 800 гектарда жер суарылып жатыр. Шұбарсу ауыл округінде 200 гектарда суарылып жатыр. Құдайға шүкір, ол енді әсіресе водоканалға рахмет, Орман Анакеңе мырзаға рахмет. Ол енді осы халыққа осы жағдайы жасалсын деп, бұл суды қазір халыққа тегін беріп жатыр. Бірақ біз соны шаруа қожалықтарына жеткізуге міндетімізге алып, мойнына алып, Еркін Арыспаевым сол алды мойнына. Су ресурстар маркетинг жауапкершілік шектеулі серіктестігінің кәріз тазарту қондырғысына тәулігіне 150 мың текше метр шайынды су қабылданады. Тазартылған су Бөржа жинақтаушысына жиналады. Тіршілік көзі егін маусымында шаруа қожалықтарына жіберіледі. Бөржа жинақтаушы жобалық сыйымдылығы 26 миллион. Жалпы жыл көлемі 37 миллион текше метр су жинақтаймыз, өткіземіз. Ауыл шаруашылық егіндерге біз шамамен 25-26 миллион су жеткізіп береміз, босатып береміз. Біз мына сәуір айынан бастап қыркүйек айына дейін 7 ай мерзімге вегетация дейді ғой, со көлем кезінде суды босатып береміз егінге. Мегаполисте жұмыс істеп тұрған кәріз тазарту қондырғысының қуатын арттыру жөніндегі жоба іске асыру аяқталды. Тәулігіне 150 мың текше метр шайынды суды тазартатын кешеннің қуаты 200 мыңға дейін өсті. Алдағы уақытта тазартылған шайынды су көлемі артады. Бұл өз кезегінде диқандардың алқабын кеңейтуге ықпал етеді.